Мақал мәтелдеріміз қазақ тілінің қазынасы. 90 ауыз сөздің толықтай түйінін таба білген халқымыздың даналығы қайран қалдырмай қоймайды. Дей тұрғанмен, қазір біз қолданып жүрген кейбір мақалдың бастапқы мағынасынан ауытқи бастағанын байқаймыз. Көбі ауыздан ауызға көше жүріп, дыбыстық өзгеріске ұшыраған сыңайлы. Енді бірі қысқартылып айтылып, екінші сыңары ұмыт бола бастаған. Бүгін түзетілді айдарында осылардың бірнешеуін сөйлетіп көрейік. Сыйға сый, сыраға бал. Бұл мақалды екінің бірі біледі, бірақ осындағы сыра сөзіне мән беріп көрдік пе? Егер осы сөзге күмән келтіре қалсақ, бұрынырақта сыра болмады деп кім айтады деген уәжбен сөзді қысқа қайратындар көп. Енді бірі сұрағанға бал болу керек дейтінді алға тартып жүр. Бақсақ бақа екен демекші, күдіктенген сөзіміз ақырында сыра емес, сыр болып шықты. Сыйға сый, сырға бал. Яғни мұнда ішкі сырыңды жақын тұтқан адамыңа айтсаң, сол кісімен бөліссең, ол да сізден қолындағы бар жақсысын аямайды, сізге шексіз разы болады деген секілді мағына жатыр. Сұмырай келсе су құриды. Бұл мақалды басқан жеріне шөп шықпайтын адамдарға қаратып қолданамыз. Кейде келемежбен, кейде кейіспен айтып жатамыз. Бірақ бұның адам баласына ешқандай қатысы жоқ. Ауыспалы мағынада айтылды дегеннің өзінде сұмырай мен судың қандай байланысын табар едік. Әуелде бұл суыр айы келсе су құриды делінген екен. Мұндағы суыр айы дегеніміз көнеше шілде айы. Суырлардың жазғы жайылымға шығатын кезі осы ай. Ал шілдеде күн ысып, қар суынан жиылған көлшіктер құрғап, кішігірім өзен көлдер кеуіп, ағыс арнасы тартыла бастайды. Сондықтан да бұл табиғатты болжаудан пайда болған. Аш бала тоқ баламен ойнамайды. Бір қарағанда бұдан кедей мен байды алалау пиғылынан туған әлеуметтік теңсіздік жатқандай көрінеді. Зерттеушілер бұл мақалдың да бұрмаланғанын айтып жүр. Мақалдың дұрыс нұсқасы аш бала тоқ баладай ойнамайды. Яғни мұнда ойын баласының өзі қам көңіл болса, өзін тоқ баладай еркін сезіне алмайды деген мән жатыр. Ал енді тоқ бала аш болам деп ойламайды деген екінші жалғасын барлығымыз білетін болармыз. Қой көрмеген қуалап өлтіреді. Көптеген мақалдың толық нұсқасын білмейтініміз тағы бар. Солардың бірі осы қойға қатыстысы. Толық нұсқасында өлтіру сөзі мүлдем жоқ. Ертеректе ол қой көрмеген қой көрсе, қуалап жүріп оттатар, қыз көрмеген қыз көрсе, көтеріп жүріп ұйықтатар делінген екен. Осы секілді ит жоқта шошқыр еді дейтін мәтеліміз де бар. Ол да әуелі баста бей жоқта құл жүреді жораға, ит жоқта шошқыр еді қорада делінген екен. Мұны да біле жүрейік. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан. Осындағы көбіміз толғандыратын сөз қазан. Мұны кәдімгі ас пісіретін ыдыспен шатастырып жүрміз. Шынтуайтында қазақтың тіл қорына еніп, сіңіп кеткен өзге елдің сөздері көп қой. Бұл да араб тілінен кірген казан сөзінен тамыралады. Мұның аудармасы ғасыр. Демек, ел жаңарып, екі ұрпақ ауысатын уақыт өлшемі 50 жыл болса, 100 жыл дегеніміз ғасыр. Көкейге қонымды түсіндірмесі осы. Той дегенде қубас домалайды. Мереке жиын думанда жиі айтсақ та, мұның да мағынасына мән бере бермейміз. Әйтеуір тойға тайлы таяға қалмай келді деген ишараны түйсінген боламыз. Сонымен мұндағы қубас дегеніміз не? Бұл әлбетте бас сүйек емес. Мұнда салт басты сабау қамшылы бойдақтар меңзеліп тұр. Қадыр ақынның қыз бар жерде қызық бар, шідеріңді үзіп бар демекші, бұл той думан десе желігіп, желпініп тұратын жастарға қаратылып қолданылған. Ал біз оны той дегенде қубаста домалайды деп, та күшейткіш жылауын қосып айтып,
оны шынымен де бас сүйекке айналдырып алып жүрміз. Қолдан келгенше мақал мәтелдерді мағынасын түсініп қолдануға тырысайық. Ардақты ағайын, сіздер қате қолданып жүрген қандай мақал мәтел білесіздер? Оны пікір алаңына жазып кетулеріңізге болады. Басқа да ұсыныс тілектеріңізді қабылдауға әркез дайынбыз. Көріскенше күн жақсы болсын.